Ассалаумағалейкум арма қазақ елі. Бүгін біз 21 наурыз 2020 жыл көліміздегі жасанды тоғанымыздағы жалпы түнгі көріністі түсірейік деп шешім қабылдадық. Біздің көліміздегі балықтардың күйі міне осындай. Көріп тұрғандарыңыз алдымыздағы мөңке, яғни карась және сазан шабақтары. Жалпы біз байқағанымыздай басқа да организмдер жақсы тоғанымызда өсіп дамып жатыр. Бұл судың құрамының балықтарға өмір сүруге қалыпты екенін көрсетеді. Бірақ өлген сазан шабақтары да кездесті. Бұл 2019 жылдың күз айында жасалған бірқатар кемшіліктерге байланысты. Әрине ол жайлы алдағы уақытта анығырақ бейнеролик түсіретін боламыз. Қазіргі сіздерге көрсеткім келгені қоңыз, суда мекендейтін қоңыз, су қоңызының түрлері. Міне байқап тұрғандарыңыздай жаймендеп біртіндеп өсіп келе жатыр, дамып. Бұлар негізінен балық уылдырығын жейтін негізгі бақа осы қоңыздар болып табылады. Бірақ егер оларды жасанды ұяда өсірсеңіздер, уылдырықтың зиянкестермен жиілуін алдын алуға болады. Бақалар да келіпті біздің көлімізге. Қазір түртіп көрейік.